Аман есенсіздер ме? Қымбат қазақ елі, қымбатты менің көрермендерім. Мен бүгін бір ерекше салат жасайын деп тұрмын. Мынау кәдімгі біздің машты барлықтарыңыз білесіздер. Міне машты өзіміз өндіріп, міне сол Қытай магазиніндегідей оның бағасы кәдімгідей тұрады. Біз өзіміз көрейікші деп өсірдік, міне өндірдік. Бұл 2-ақ күнде өңгені осылай міне. Оны енді ұзын сала бетсеңіздер, қабығы түсіп қалады, әдемі. Міне, соны енді мен бұны клетчатка дейді ғой. Дәрумен, өте жақсы пайдалы дәрумен деп мақтап атады. Енді сол бізде көрейік деп, міне, бүйтіп сипасаңыздар, қабығы түсіп қалады, міне. Өзі әппақ болып. Міне. Осы машты қосып, бір ерекшелеу салатты өзім жасап көрсетейін деп жатырмын. Барлық тағамды болсын, енді болсын адамдар өздері ойлап шығарады ғой. Одан бірінен бірі көріп істейді ары қарай. Сол енді бұл өзімнің ойлап шығарған тағы бір салатым. Қандай керемет жеп көрсек, сондай өзіме ұнады енді. Әркімнің талғамы әртүрлі ғой. Өзіме ұнады. Кеше ауыз ашқанда бірнеше қасық жедім. Өстіп қабығын алып, қабығы өте оңай шығады. Міне өте әдемі осылай. Міне. Енді ол қабығы сонша жаман емес, бірақ алып тастаған жақсы. Енді қалғанын описанияда көрсетемін. Міне, мынау салат листья, қызылша, сарымсақ, чеснок, оливковый майы, тұз. Алдымен мынаны бір шыны аршып алайын деп тұрмын. Міне, жаңағы машты аршып, міне, қандай керемет, міне. Оңай оны аршыған бөртке. Міне, мынау қабығы. Көрдіңіздер ме? Пленка сияқты. Өстіп өздеріңіз өндіріп, жеп көріңіздер, өндіріңіздер. Енді қызылшаны аршып дайындаймын. Бұл машты жақсылап шүрет, сондай чайқайсыздар жақсылап суменен. Содан кейін суменен қойып қоясыздар біраз уақыт қана, бірер сағат. Одан кейін барып суын төгіп тастайсыздар. Бетін пакетпен кидіріп қоясыздар, немесе марлымен, сулы шүбірекпен. Сөйтіп бір күннен кейін өне бастайды. Бұл енді 3-ші күн өніп тұр бүгін. Ең бабына келіп жақсы өнген екен. Міне, бірінші бисмилля деп қызылшаны өткізгіш теркадан өткізейін деп атым үрлеуінен. Қызылшаны неге мантаваркаға пісіріп алдым, бірақ қатты жұмсақ қылмай, орташа жұмсақтықта. Ауыз ашарға дайындап жатырмын. Оразаларыңыз қабыл болсын. Құдай қаласа, жарты уақытымыз өтті. Көрермендер, міне қызылшаны турап болдым теркадан. Келесі кезекте салат листья бүйтіп жинап алып,
Енді мына жапырақ жетеді деген ойдан міне жаңағы тазалап алған өзім өндірген машты қосып жатырмын. Татығанша тұз саламын. Тұз салып араластырып қойып, мынау кішкене тұздап басылып тұрсын деген деп араластырып жатырмын. Сарымсақты өткізіп болдым майда, өзінің арнайы өткізгіш теркадан. Енді міне оливковый майын қосайын деп тұрмын. Міне ас қасықпен 1 қасық, 2 қасық, 3 қасық. Міне қымбатты көрермендер, менің салатым дайын болды ауызашарға. Егер де ұнап жатса, сіздер де осылай етіп, мына маштыма өндіріп, осылай жасап көріңіздер. Лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.